Енді спорттан ақпар. Қайрат футзалдан чемпиондар лигасының жалпы кезеңінің алғашқы кездесуінде бельгиялық Андерлех командасын 7-3 есебімен ойсырата ұтты. Сырт алаңда өткен ойынның екінші минутында есепті Қайрат шабуылшысы Кайо Руис ашты. Алаң иелері үшін голмен жауап берді. Алматылық командада қарымта беріп, 11-ші минутта Оливейра да Сильва Бельгия қақпасына екінші голды соқты. Ал 12-ші минутта Отанха есепті теңестірді. Екінші таймда алматылықтар еркін ойнап, 21-ші минутта Дәурен Тұрсағылов 4-ші араға 5 минут салып, Оливейра да Сильва 5-ші голды соқты. 29-ші минутта Біржан Оразов есепті 6-3-ге жеткізді. Отания ойынның аяқталуына 30 секунд қалғанда бельгиялықтардың қақпасына 7-ші голды салды. Командалардың қарымта ойыны енді 5-ші желтоқсанда Алматыда өтеді. Барша қазақстандықтарды жеңіспен құттықтаймын. Біз үшін қиын ойын болды. Біз осы бірінші ойынға өте қатты настройстадық. Содан кейін жеңдік деп ойлаймыз. Шот 7-3. Енді бізге үйде ойнағанда оңай болады деп ойлаймын.